Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Әлемнің назары Ауғанстандағы жер сілкінісі мен Израиль мен Хамас арасындағы соғысқа ауды. Аталған жағдайлардың салдары кейін анықтала жатар, бірақ себебі адамзаттың асыл діні исламның төңірегінде топшыланып жатыр. Алайда Бағдар ұжымы әлемдік аренадағы ақпарат айтпайды. Біз қазақстандық шенділердің шумахерлік әрекеттерін әшкере қыламыз. Бетіне басамыз бәрін. Бағдардың апталық шолу эфирде. Кеттік. Жұмыс істей алмасаңыздар министрліктен қуып шығамыз. Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек жер мәселесін кезекті талқылау кезінде басқа депутаттармен бірге ауыл шаруашылығы министрінің қызметінен қуып шығарып жіберетінін айтты. Ал мәжіліс спикері Ерлан Қошанов депутатқа этиканы бірнеше рет бұзған үшін ресми ескерту жасады. Егер жұмыс істей алмасаңыздар, мынау министрмен қоса біз қуып шығамыз министрліктен. Біз аямаймыз. Жайылымды жерлерді бірінші халыққа қамтамасыз етуіміз керекпіз. Құрметті Бақытжан Жұмабекұлы, бірінші кезекте депутаттық этика деген бар. Сіз қатты кетпеңіз, агрессиясыз сөйлеңіз. Жалпы айтқышбектердің көтерген мәселелеріне көңіліңіз толама, құрметті көрермен? Меніңше министрлерді іске көшіруге итермелеу үшін былай ету керек сияқты. Қазақстан темір жолының еншілес компаниясы жұмыста жоқ адамдарға ақша аударып отырған. Бұлардың махинациялары анау-мынау ұрылардың миына келмейтін шығара. Бас прокуратураның дерегінше қтж жүк тасымалы компаниясы жұмыста жоқ 742 адамға 10 миллион теңгеге жуық заңсыз ақы төлеген. Мәселен, кәсіпорынның Ақмоладағы филиалында қайтыс болған адамға 7 жыл бойы ақша аударылған. Ал Қарағандыда кадр бөлімінің басшысы ата-анасын теміржол зейнеткерлерінің тізіміне енгізіп, оларға 1 миллион теңгеден астам сомаға жәрдемақы және сыйақы тағайындапты. Ал сендер пойыздың бағасы қымбат, вагондар ескі деген мәселені көтеріп жүрсіңдер. Журналист Асқат Ниязовтың ақпаратына сүйеніп, Қазақстанның желге ұшқан қаржысы туралы тағы бір ақпарат айтайын. Арқалық қаласында 2017 жылы Абай 37 мекенжайындағы құны 92,8 миллион теңгеге бағаланған ғимаратты 1,4 миллион теңгеге сатқан. Құжатқа сәйкес, онда кәріз құбыры, сумен жабдықтау, жылыту және басқа да коммуникациялық жүйелері мүлде болмапты. Енді мынаны қараңыз. Дәл сол ғимаратты Арқалық әкімдігі 2023 жылы 110 миллион теңгеге сатып алған. Ал ғимарат 120,5 миллион теңгеге бағаланыпты. Сорақысы сол, әлгі ғимаратқа 6 жылда ешқандай инфрақұрылымдық жүйе тартылмапты. Ай, шенділер. Ай, шешең, ай, шешең, ай, шешең. Біздің шенділер жолды жөндеудің жаңа тәсілін ойлап тапты. Олар жол жөндеуге миллиардтаған қаржы бөлудің орнына соққаны сезбеу үшін премиум кластағы көліктерді мінуге құштар. Мәселен, инфрақұрылымы тозып тұрған Семей әкімдігі 140 миллион теңгеге панорамалық люкпен, былғары қаптамамен және орындықтарды жылыту жүйесімен 2023 жылы шығарылған 8 машинаны сатып алуды жоспарлап отыр. Ой, бәлі, шығатын жағы аяқпын. Сондай-ақ Талдықорған әкімдігі 41 миллион теңгеге 3 автокөлік сатып алмақшы. Ұлытау облысында мәслихат хатшысы үшін премиум кластағы қызметтік автокөлікті 40 миллион теңгеге сатып алғысы келген. Алайда сатып алу тоқтатылды. Жалпы ағайынның арасында көлігімен жүрмейтін, ауылдарға кірмейтін, елді ойлауды білмейтін шенділерге премиум кластағы көлік неге керек ағайын, а? Менің ойымша бір Лада Приора мінгізіп қою керек секілді бұларға. Сосын жүрсін бұлай.
Қазақстан Республикасының қарулы күштері туралы материалдарға 230 миллион теңге жұмсалады. Келісімшартты Қорғаныс министрлігі мен Аманат партиясына тиесілі Нұрмедиа медиа холдингі өзара жасасты. 230,8 миллион теңгеге әртүрлі бақ құралдарында Қазақстан армиясы туралы телесюжеттер, мақалалар мен сұхбаттар пайда болуы тиіс. Логикаға сүйенсек, бұл бұқараның қорғаныс саласына деген сенімін арттыруы тиіс. Қазірдің өзінде осы бағыттағы материалдарға 123,6 миллион теңге төленген. Алайда армияның мықтылығын тек экранда көрсетіп, барлығы показухаға жұмыс істеп жатқан жоқ па деген күмәнді ойдың көкейде тұруы заңдылық қой. Себебі Ресей әскерінің былығы Украинамен соғыс басталғанда ашылып еді. Қайрат Боранбаевқа қатысы бар көмірсутек игерумен айналысатын Фейстейдж 2 компаниясы акцияларының 100% өз еркімен және өтеусіз мемлекет меншігіне қайтарылды. Ақтауда орналасқан компания акцияларының бір бөлігі Дариға Назарбаеваның бұрынғы құдасы Қайрат Боранбаевқа тиесілі болған. Келісім құны 35 миллиард 417 миллион 122 мың теңге. Аталған компанияны мемлекетке қайтару туралы шешім Боранбаевқа қатысты жаңа үкім шыққаннан 19 күн өткен соң хабарланған. Елге қайтқан мүлік мұнымен бітпейді. Жемқорлардың елігінен 9 айда 217 миллиард теңгенің мүлкі мемлекетке қайтарылды. Бұл жөнінде Тоқаев пен Қаржы мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Елимановтың кездесуінде айтылды. Кездесуде көлеңкелі экономика деңгейі 18,7%-ға дейін төмендегені сөз болды. Сондай-ақ террористік және экстремистік ұйымдарға ақша аудармақ болған 976 адамды анықтап жауапқа тартқан. Шымкент мәдениет басқармасының жетекшісі жемқорлық күдігіне ілінді. Тергеу органдарының болжамынша шенеунік еңбек шартын ұзартқаны үшін және қызметтегі жалпы қамқорлығы үшін 1 миллион теңге көлемінде пара алған. Transparency International халықаралық ұйымының биыл қаңтарда жарияланған жемқорлық индексінде Қазақстан 8 сатыға төмендеп, 180 елдің ішінде 102-ші орынға ие болды. Бұл жемқорлықтың азайғаны ма әлде антикор қызметінің нашарлағаны ма? Пікір алаңына жазыңыздар, құрметті көрермен. Ардақтаған құрметті көрермен, біз аптадағы басты жаңалықтарды сіздердің назарларыңызға ұсындық. Бағдардың апталық шолуы тәмам. Бағытыңыз айқын болсын. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққан шағайын.